Мына кісіні әйтеуір дегенде 2 күн ба, қанша күн болды сізбен жолықпағанымызға? 2 күн. 2 күн ба? Маған ол бір 2 күн бір сізді бір сағынып қалатын болған ба, көрмесем, ойлап кішкене бұл кісі не істеп жатыр екен деп. Солай болып жүреді менде. Сізде қалай? Да, солай. Бұл кісі енді алып қалған. Күндіз білмеймін, бос емес, не істейтінін білмеймін, бірақ не істейсіз күндіз? Ұйықтаймын. Күндіз ұйықтаймын. Бүгін айтады да, короче, эфирге бір фокусник кетті. Мен де кезінде кішкене фокусник болғам деп отыр. Ютубта бірақ, ютубтан үйреніп алғандарым. Мен айтатым да, бұл кісі кім болмағансың сен деп шын, бәрі болған деп сөйледі. Бәрі болып бересің, қара, қолыңды көтер. Міне қара, 1 мынаған саламыз, 2 мынаған саламыз, 3 иә? Енді бітеміз қара. Мынаны қоссам, 2 мына жер 1 аламын мына жерге қоямын, екіншісін мына жерге қыфтем да, мынаны аламын да, мына жерге саламын. Енді мына жерде қанша бар? 3 иә? 1 қара, 2 3 4 5 деген сияқты, короче. Сондай. Қалай болды? Солай болды. Астына алып шыққан жоқсың ба, не болды? Сен қолыңа салдың. Видеоны көремін, видеодан көрінеді сол кезде. Көрейінші. В общем, екінші фокус. Міне қарады. Қолымда дым жоқ. Сағатымды шешіп тастадым. Мысалы, мынаны алдым. Міне, например, мынаны алды қара. Сол не, мынаны сыртына бүйтіп қоямын. Ja? Ішіне бүйтіп айналдырамын. Ұста. Қатты ұста бірақ. 1 2 3 жібер. Соның ішіне тұр, міне қара. Шук. Жоқ, тұра тұршы. Жоқ, мен ақылына сен қалатым ше тұрсың. Жоқ, мынаны даже сіздер білмейсіз деген сияқты. Қазір ана тағы да бананы қарап алғым көреді видеодан. Бәрі мен сүйікті де сүйкімді. Ал енді осы тәттілердің бәрі мен сүйікті де сүйкімді қолдаушыларынан келген сыйлықтар. Осындай тортик бар, мына жерде Рафаэлло, Киндер, Нутелла бәрі бар. Үлкен жинапты. И мына жақта біздің суретіміз. Енді мына жерде күшті суретті таныпты. Екеуміз де күліп әдемі болып түскен. Енді көп рахмет сіздерге. Енді күшті ғой негізінде. Бір адам осылай сен қолдап тұрса, жаңағындай айтып жатады еще маған даже біз сені даже өзіміздің дұғамызға қосамыз депші. Сен үшін дұға етеміз деген кезде мәссаған. Мен сол кезінде ең бір сол нәрсе айтыңыз таңғалғам. Қатты андай жүрегім андай жібіп қалады ғой. Кәдімгідей ең күшті нәрсе негізі бір адамның дұғасында болу. Сен үшін дұға жасап, осы адамда осылай болса екен, саған жақсылық тілеп тұрса, ол деген енді мен үшін үлкен бір жақсылық деп айтамыз. Сіздерден маған келетін. Сол үшін сіздерге көп рахмет. Мен де сіздерді жақсы көремін. Тәуіржанды да білемін сіздерді жақсы көретінін. Сіздерге көп рахмет. Ассалаумағалейкум, Балауса ханымның оқырмандары, қалайсыздар? Балаусаның сторисінен көремін деп ойламадыңыздар ма? Сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме? Қазір бәлкім ақпарат болар, жаңалық болар, Балауса. Ұрлаған жоқ, малдым, сіз де менің алдыңыз дегендей ғой. Балауса ханым, сіздің есіңізде ме? Біз екеуміз қанша жылдан бері таныспыз, және де қанша жыл бірге жұмыс жасадық, қанша жұмыс жасадық? Бұл жүстеңіз? Білетін жандар бар ма екен әлде оқырмандар үшін? Кімнің есінде маған көмектесіңіз? Қай бағдарламаны Балауса екеуміз бірге бастадық, және де қанша жыл таныспыз? Жазыңыздар, Балауса есіне түсіп алсын, сосын жауапты береді сіздерге. Қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Мен үйде боянып сыртқа шығуға дайындалып жатсам, маған курьер звондайды, сізге доставка келіп тұр деп. Шықсам, Гүл мен Мишка жіберген екен, бірақ кімнен екенін білмеймін. Жарайды деп оған енді қуанып, фотоға түсіп сөйтіп жатсам, басқа курьер звондап тұр артынан, сізге доставка деп. Шықсам, тағы бір доставка келген ғой. Қараңыздар. Прикиньте, что это такое, мен даже білмеймін, мынау кімнен, и не жинжер жатыр, мұның ішінде не... Ал достар, құттықтап жатқан барша жанға үлкен рахмет. Және де мен сіздермен енді алдыңғы жолы мен бір көріпкел ханымды өзім бөліскен болатынмын. Осы кісіден бір совет сұрасаңыздар болады, өздеріңіздің бір жоғалған дүниелеріңіз болса, немесе бір жол ашқыларыңыз келіп жүрсе, осы кісіге обращаться етсеңіздер болады деп айтқан болатынмын. Ол кісінің есімі Айдана. Аккаунтын сіздерге тағы да тастап кетемін. Міндетті түрде білікті кәдімгідей жаңағы сүремен, дұғамен, сол нәрселермен кәдімгідей сіздердің жолдарыңызды ашып береді. Сіздерге болжамдар да жасап береді. Және де ең бастысы бір ерекшелігі, үйлеріңіз сатылмай жатса, сондай ситуацияларды сіздерге көмектесіп бере алады. Екінші жартыларыңызбен ұрсып қалған сәттер болса, сондай кездерге де көмектеседі. Сондықтан міндетті түрде аккаунтын жоғалтып алмаңыздар.
жаңағы енді сыйлықтардың барлығы такеден деп ойласам такеден емес екен, бірақ мені бір бейтаныс бір кісі кездесуге шақырды. Қазір енді сол жаққа бара жатырмын. Кім екенін өзім де білмеймін, бірақ қызық болып тұр. Негізі басқа шаруалармен шығып бара жатқан, енді аяқ астынан сол жаққа кетіп бара жатқаным бар. Достар, мен не себепті в шоке болып таңғалды десеңіздер, өйткені маған сондай бағалы сыйлықтарды беріп кездесуге шақырған кісі өзімнің аттасым Айдана ханым екен. Енді қыз баладан сыйлық алған өте қызық жағдай болып тұр. Айдана ханым, қалайсыз? Жақсы, шүкір өте. Рахмет, сыйлықтарыңызға көп. Мен бір шетінен қорқытып, бір шетінен қуантып та қойдыңыз. Өте қатты, шынымен де таңғалып отырмын. Сыйлықтарыңыз өте қатты ұнады. Рахмет. Достар, енді Айдана ханым жайлы айта кететін болсам, бұл кісі Такенің кәсіпкер досы екен, және де біздің жұптың қолдаушысы екен. Сол себепті менімен жеке танысқысы келіп, өзінің сыйлықтарын беріп, мені кездесуге шақырып отыр. Көп рахмет. Және де Айдана ханым негізі кәсіби продажамен айналысады екен. Айдана ханым, кәсіби продажамен айналысу қаншалықты қиын? Егер дұрыс аналитика жасай білсе, өте оңай. Үлкен табысқа тез шығуға болады. Даже сені де қысқа уақыттың ішінде 1 миллион теңге таза табысқа шығаруға болады. Мені де ма? Даже сені де. Үйретейін егер қаласың. Мәссаған, Айдана ханым, үйретейін. Маған да үйретейін деп жатыр достар. Мәссаған, мынандай предложение күтпедім, шыны керек. Ондай болса, давайте посмотрим. Жолда бір апа маған осындай өрікше алманы салып бергені бар андай. Сен көрерменімді дейді, күнде көрем дейді. Прям қуанып қалғаным бар енді. Көріп отырамын дейді, үміткерімді құлап аң ашылсын деп маған тілектерін айтып, өстіп бергені бар. Қуанып қалдым негізі. Үйге қайтып жатырмын. Рахмет осындай жандардың барына. Каспиден продажа жасау өте оңай екен. Қазір 1 сағаттың көлемінде Айдана ханым маған біраз ақпарат үйретті. Каспиден продажа жасау өте оңай екен. Қазір 1 сағаттың көлемінде Айдана ханым маған біраз ақпарат үйретті. Біраз нәрсені түсініп алғандай болдым. Тіпті сізде товар болмаса да, кәдімгідей үйде отырып табысқа шығуға болады екен. Және Айдана ханым қазір маған бір қызық предложение айтып жатыр. Спор ойнайық дейді. Қандай деп жатсыз, айтыңызшы. Мен ертең Астанаға кетіп бара жатырмын. И жұма күні Алматыға бұйырса қайтып келемін. И сол уақыттың ішінде, егер сен 1 миллионға продажа жасасаң, онда менің саған күшті сыйлығым бар. Мәссаған. Осындай маған спор ойнауға ұсыныс тастап жатыр. Яғни 4 күннің ішінде 1 миллионға продажа жаса дейді. Айдана ханым айтуынша, это возможно екен. Бірақ енді мен новичок болғандықтан мен кішкене қорқып тұрғаным бар. Күшті мотивация беріп жатыр маған. Неге соны жасап көрмеске деп жатырмын. Давайте осыны жасап көрейік. Менімен бірге болыңыздар. Добрый вечер, как ваши дела? Я уже дома. Недавно пришла домой. Если спросите, почему так поздно, потому что я прошла 10 тысяч шагов. Я горжусь собой. Я до этого как бы себе обещала, что вот надо ходить, надо заниматься спортом, элементарная ходьба. И вот я это сделала. Я очень собой горжусь, и надо вот каждый день к этому привыкать, короче. Пришла домой и захотела, знаете что? Я обычно не ужинаю, но сегодня весь день я безумно, прям как сумасшедшая, хотела жареную картошку. Вот моя жареная картоха. Вот. Сейчас буду кушать, но без хлеба.